Кітап өмір ұстазы, сондықтан жастар кітап оқуды күнделікті әдет қылуы тиіс. Кітап оқымай өмірді білу, білім алу мүмкін емес. Серке Қожамқұлов. Кітап рухани сарқылмас қазына. Кітап дегенде әр адамның түсінігі әртүрлі. Мәселен, біреулер ермек үшін оқыса, біреулер адам өміріндегі маңызы, ғылым мен білімнің пайдасы деп түсінеді. Білімнің қайнар бұлағы кітап деп бекер айтпаған. Сондықтан да мұны адамзаттың баға жетпес құндылығы деп білеміз. Кітап оқудың адамға тигізер пайдасы қандай?